Бәріңізге қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен құрманың шоколадтағы түрімен бөлісемін, яғни финики в шоколаде. Жасалу оңай. Менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Сіздерге пайдалы болғаным үшін қуанамын. Ең алдымен бізге осындай жұмсақтау құрма қажет болады. Өте қатты езіліп жатырған емес, кішкене қаттылау құрма болса жақсы болады. Құрмамызды алдымен сыртын жуып аламыз. Ішіндегі тасы алыну үшін пышақпенен осылай кесіп аламыз. Тасын алып тастап, барлығының ішіне қазір біз салмасын салатын боламыз. Қалауыңыз бойынша орех салсаңыздар болады, немесе басқа да дәндердің түрлерін салсаңыздар болады. Мен осындай грек жаңғағын алдым, ортасынан осылай бір кесіп алдым. Жаңғақтың басқа түрлерін де алсаңыздар болады. Көріп тұрғаныңыздай достар, осылай құрмамыздың ішіне салып, ашылып кетпейтіндей етіп осылай жауып қоямыз. Сіздерге шоколадты құрма ұнап жатырған болса, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен тегін рецепттермен, осындай тәттілердің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліңіздер. Келесі кезекте бізге шоколад қажет болады. Ертіп аламыз. Осындай Қазақстан шоколады, немесе басқада Альпен Голд, немесе одан да жақсырақ шоколадтар бола береді. Ыдысымызға салып, микроволновкаға ертіп аламыз. Ерген шоколадымызды дәл осылай араластырып аламыз. Үстіне бір шай қасық сұйық май құямыз. Кішкене сұйық болу үшін барлығын жақсылап араластырып аламыз. Шоколадымыз дайын болды. Құрмамызды енді осылай шпажканың көмегімен түйреп алып, айналдырып шоколадқа малып аламыз. Бізге пергамент қағаз қажет болады. Үстіне жабыспас үшін осындай пергамент қағазын қолданамыз. Және шпажка қажет болады. Барлығын осылай қойып шығамыз. Бізде осындай 12 дана құрма шықты. Енді қазір бетіне дәндер немесе қалауыңыз бойынша слайсы және какао ұнтақтарын сепсеңіздер болады. Немесе бетіне осындай орех қойып шықсаңыздар да болады. Бәрін қойып шыққаннан кейін қыздар, енді морозильникке 15 минутқа қатырып аламыз. Алғаннан кейін біздің шоколадымыз қатты болып шығады. Осындай тез алынатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.